Ассаламу алейкум, Асхабу Суффа каналына қош келдіңіз. Біз бүгінгі видеода тарауих намазын ер адамдар және әйел адамдар қалай оқиды, соны көрсететін боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жаза кетіңіз. Тарауих намазы 20 ракаттан тұратын, тек қана мүбәрак Рамазан айында оқылатын негізгі ғибадаттардың бірі. Тарауих намазының үкімі муаккат сүннет, яғни бекітілген сүннет. Тарауих намазы Рамазан айы бойынша құптан намазы мен таң намазы кіргенге дейінгі аралықта оқылады. Тарауих намазы құптан намазының 4 ракат парызын, сосын 2 ракат сүннетін оқып болғаннан кейін басталады. И 20 ракат оқып болғаннан кейін барып үтір уажib намазын оқимыз. Қазір мен бірінші тарауих намазының 2 ракат сүннеттен бөліп оқитын болса, қалай оқимыз, соны көрсететін боламын. Бірінші, Алла разылығы үшін тарауих намазын оқуға ниет еттім деп, іштей ниет етеміз. Екі қолымызды көкірек тұсына дейін көтеріп, Аллаху акбар деп тәкбір аламыз. Оң қолымызды сол қолымыздың үстіне қойып, бірінші субханака дұғасын, сосын фатиха, сосын бір қысқа сүрені айтамыз. Еңкейіп, рүкуға барамыз. Рүкуғда субхана роббиял азим деп 3 рет айтамыз. Рүкуғтан тұрып бара жатып, сами Аллаху лиман хамидах Роббана вәләкәл хамд дейміз. Сосын еңкейіп сәждеге барамыз. Сәждеге барған кезде Субхана роббиял а'ля деп 3 рет айтамыз. Сосын Аллаху акбар деп отырып, екінші рет сәждеге барамыз. Ол кезде де Субхана роббиял а'ля деп 3 рет айтамыз. Қайтадан түрегеліп, бисмилля деп фатиха сүресін оқимыз. Артынша бір қысқа сүрені оқимыз. Сосын еңкейіп рүкуға барамыз. Рүкуғта тұрған кезде Субхана роббиял азим деп 3 рет айтамыз. Рүкуғтан тұрып бара жатып, сами Аллаху лиман хамидах Роббана вәләкәл хамд дейміз. Сосын еңкейіп сәждеге барамыз. Сәждеде Субхана роббиял а'ля деп 3 рет айтамыз. Сосын сәл кідіріп отырып, қайтадан сәждеге барамыз. Сәждеде тағда Субхана роббиял а'ля деп 3 рет айтамыз. Сосын отырып әттәхият, Аллахума салли, Аллахума барик, сосын Раббана атина дуаларын айтып, екі жаққа сәлем береміз. Осылайша екі жаққа сәлем беріп, 10 рет қайталаймыз. Енді сіздерге тарауих намазын 4 ракаттан бөліп оқитын болса, қалай оқимыз, соны көрсететін боламын. Бірінші, Алла разылығы үшін тарауих намазын оқуға ниет еттім деп, іштей ниет етеміз. Әйел адамдар қолын көкірек тұсына дейін көтеріп, Аллаху акбар деп тәкбір алады. Сосын қиямда тұрған кезде бірінші субханака, сосын фатиха, сосын бір қысқа сүрені айтады. Одан кейін рүкуға барып, субхана роббиял азим деп 3 рет қайталайды. Рүкуғтан тұрып бара жатып, сами Аллаху лиман хамидах Роббана вәләкәл хамд дейді. Сосын еңкейіп сәждеге барады. Сәждеде тұрған кезде Субхана роббиял а'ля деп 3 рет қайталайды. Сосын сәл кідіріп Аллаху акбар дейді. Қайтадан сәждеге бар, Субхана роббиял а'ля деп 3 рет қайталайды. Қиямға тұрып, бисмиллах, артынан фатиха, артынан табір қысқа сүрені оқиды. Рүкуғта Субхана роббиял азим деп 3 рет қайталайды. Рүкуғтан тұрып бара жатып, сами Аллаху лиман хамидах Роббана вәләкәл хамд дейді. Еңкейіп сәждеге барады. Сәждеде Субхана роббиял а'ля деп 3 рет қайталайды. Сәл кідіріп Аллаху акбар деп отырады. Қайтадан сәждеге барады. Сәждеде Субхана роббиял а'ля деп 3 рет қайталайды. Сосын отырып, әттәхият, сосын Аллахума салли, Аллахума барик дұғаларын айтады. Үшінші ракатта қиямға тұрғанда бірінші бисмилля, сосын субханака, фатиха және бір қысқа сүре айтылады. Рүкуғта тұрғанда субхана роббиял азим деп 3 рет қайталайды. Рүкуғтан тұрып бара жатып, сами Аллаху лиман хамидах Роббана вәләкәл хамд дейді. Еңкейіп сәждеге барып, субхана роббиял а'ля деп 3 рет қайталайды. Сәждеден кейін сәл кідіріп Аллаху акбар дейді. Қайтадан сәждеге бар, Субхана роббиял а'ля деп 3 рет қайталайды. 4-ші ракатта қиямда тұрғанда бисмиллах, сосын фатиха сүресін, сосын бір қысқа сүрені оқимыз.
Еңкей бір рукуққа барып, Субхана Раббиял Азим деп 3 рет қайталаймыз. Рукуқтан тұрып бара жатып, Сами Аллаху лиман хамидах, Раббана ва лакал хамд дейміз. Еңкейіп, сәждеге барамыз. Сәждеде тұрған кезде, Субхана Раббиял А'ла деп 3 рет қайталаймыз. Отырып, сәл кідіріп, Аллаху акбар дейміз. Қайтадан сәждеге барып, Субхана Раббиял А'ла деп 3 рет қайталаймыз. Сосын әттахият, Аллахума салли, Аллахума барик дұғаларын оқимыз. Сосын екі жаққа сәлем беріп, аяқтаймыз. Тарауих намазын 2 ракат қылып оқысаңыз да, 4 ракат қылып оқысаңыз да, әр ракаттың соңында сәлем беріп болғасын, мына тарауих дұғасын айтамыз. Субхана зил мульки вәл малакут, Субхана зил иззати вәл азмати вәл қудрати вәл кибрияи вәл джабарут, Субхана الملك الحي الذي لا يموت, سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح, لا إله إلا الله, نستغفر الله, نسألك الجنة ونعوذ بك من النار.